Бета лимфоциттер антигенге антидене түзіп жауап беретін иммундық жасушалар. Бета лимфоциттер түзіледі қай органнан? Сүйек кемігінен. Сүйектің сары және қызыл кемігі болса, именно қызыл кемігінен түзіледі екен. Және ол қан арқылы қан тамырлары арқылы лимфа түйіндеріне барып, сол жерде орналасады. Яғни бізде бета лимфоциттердің орталық және шеткі мүшесі бар. Орталық мүшесіне бізде сүйек кемігі, ал шеткі мүшесіне лимфа түйіндері жатады екен. Енді біз келетін болсақ, бета лимфоциттердің дифференцировкасы. Бета лимфоциттердің дифференциялануы дегеніміз не? Немесе мамандануы. Біздің өмірімізде әрқайсымыздың өзіміз мысалы жұмысымыз бар, әрқайсымыз мысалы медиктерге бар, математиктердің сұрағын қоймайсың ғой, мынаға мынандай болса қандай болады деп. Сол секілді әрбір организмдегі жасушаның әрқайсының өзінің жұмысы бар. Яғни бізде бета лимфоциттердікі иммундық жауап беру. Енді иммундық жауап беру үшін бізде ол қалай түзіледі? Яғни бізде иммундық жасушалардың түзілуінің өзінің арнайы бір процесі бар. Енді ол процесс бізде жаңағы айтқанда сүйек кемігінде жүреді. Осы жерде бізде бағаналы жасушалар бар. Ол жасушалар бізде әртүрлі жасушаларға айналады. Міне мына жерде көрсетілген миелоидты тінге айналады ең бірінші. Одан кейін бар лимфоидты тінге айналады. Бізде жаттап аламыз, лимфоидты тін ол бізде тек қана лимфоциттердің түзілуіне қатысады. Ал миелоидты тін лимфоциттен басқасының бәріне. Мысалы мына жерде тромбоцит, эритроцит, базофил, эозинофил, нейтрофил, моноцит, дендрит жасушалары. Ал бізде лимфоидты тіннен тек қана Т лимфоцит пен Б лимфоцит қана түзіледі екен. Бізде бағаналы жасушалар ең бірінші лимфоидты тіндерге, миелоидты тіндерге, одан кейін бар бізде бласты жасушалар, одан кейін бар нағыз өзі қанды жүретін жасушаларға айналады екен. Енді бізде Б лимфоциттің бізде мамандануы немесе Б лимфоцитке айналуы немесе қызметін атқаруына байланысты екі түрге бөлінеді дифференциясы. Ол бізде антиген тәуелді және антиген тәуелсіз. Антиген тәуелді деген ол бізде антигенмен байланысқаннан кейін болатын Б лимфоциттің өзгерісі. Ол бізде плазмоцитке айналады, ал плазмоцит бізде не бөледі? Антидене бөледі. Ал антиген тәуелсіз дегені ол бізде жаңағы сүйек кемігіндегі бағаналы жасушалардың Б лимфоцитке айналуы. Яғни бізде бағаналы жасушаларда келесі суретті көрсетейік. Сүйек кемігі бұл бізде көп қабілетті бағаналы жасушалары. Осы жерде бізде лимфобласты жасуша түзіледі. Одан бізде Т лимфоцит бастаушысы және Б лимфоцит бастаушысы. Бізде Б лимфоцит бастаушысынан кейін ары қарай бізде Б0 лимфоцитті бөлінеді. Яғни түзіледі. Б0 лимфоциттің тығыздығы төмен болған соң ол иммундық жауап бере алмайды. Мына жерде бір қате кеткен. Біріншілік иммундық жауап деп. Одан кейін бізде Б1 иммундық жасуша, бұл қан айналымға түседі. Одан кейін бар бізде Б1 иммундық жасуша, оның тығыздығы бізде мынаған қарағанда жоғары болады. Сол үшін ол антигенмен байланысқан кезде біріншілікті иммундық жасуша бере алады. Одан кейін бар бізде Б2 лимфа жасушалары, ол бізде тығыздығы кәдімгі жоғары болады. Және бізде Б1-де тек қана М ғана болатын болса, Б2-де бізде мынаған қарай М, А, G, Е, Д барлық иммуноглобулиндер түзе алады екен. Соның арқасында Б2 бізде ол ең негізгі бета лимфоцит болып табылады. Енді бізде мына жерде жазылған бүкіл енді бізде қарай кететін нәрсе, бізде осы бета лимфоциттердің барлығының, яғни Б2 түзілген кезде әрқайсының бетінде рецептор болады. Мысалы, егер М антиденесін түсетін болса, оның бетінде М рецепторы болады. Яғни әрқайсының бетіне өзіне сай рецептор болады. Бірақ бәрінің бетінде, мысалы, М антиденесінің бетінде тоже қосымша Д рецепторы болады, және А-ның бетінде де Д, яғни Д барлығының бетінде болады. Және бірақ Д антиденесінің қызметі бізде нақты емес. Енді бізде келетін болсақ, антидененің құрылысы. Антидененің құрылысы дегеніміз не? Антидене деген ол бізде жаңағы организмге түскен антигендермен байланысып, иммундық кешен түсетін не болып табылады? Бізде анти деген қарсы, ал дене деген бөгде дене, жаңа антигендерге қарсы. Енді бізде осы жерде антидененің бізде қызметі, ол бізде жаңағы антигендер бөлетін токсиндерді нейтралдайды, оны комплемент жүйесімен байланыстырады, немесе өздері сол жаңа антигендерді өлтіріп тастайды. Ол өзінің шамасына байланысты. Бізде антиденелерді 3 түрге бөледі дегенбіз. Қандай түр? Ол бізде антидене. Антидене ол бізде 3 түрге бөлінеді. Олардың құрылысы основной рогатка тәрізді болады. Мынандай. Және олар 3 түрге: мономер,
димер және полимер. Мономер дегеніміз не? Мономер деген осы бізде жаңа бір рогатка. Ал димер дегеніміз ол бізде екі рогатка. Міне мынандай болып тұрады. Ортасында несі бар? Міне екі рогатка. Ал полимер немесе пентамер дегеніміз ол бізде 5 рогатка бірден. Міне. Міне бірден 5 рогатка болады. Міне. Осында 5 рогатка болады. Мысалы пентамерге бізде М жаңа иммуноглобулин жатады. Мысалы димерге де тоже осы А жата алады. Ал мономерге қалған Ж, не дегендер, Е дегендер жатады екен. Енді бізде келесі антигеннің осы рогаткасының құрылысына келетін болсақ, бұның бізде константты бөлігі, одан кейін бар вариабельді бөлігі бар. Вариабельді бөлігі бізде антигенмен байланысады, константты бөлігі сол жайлы ақпарат жинайды. Вариабельді бөлігі антигенмен байланыса алады, енді оның бізде байланысатын бөліктері ауыр басы, жеңіл басы болады. Ал константты бөлікті бізде мына жері шарель аймағы болады. Осы аймақта бізде комплементпен байланысады, яғни бізде мына жерге антиген келді, антиденемен байланысты, бұл бізде иммундық кешен деп аталады. Екеуі бір-біріне байланысқанда. Егер осы иммундық кешен түзілетін болса, осы иммундық кешеннің мына шарель аймағына келіп, комплемент байланысып, сол иммундық кешен арқылы антидене антигенді өлтіре алады, яғни комплемент жүйесімен байланыстырып. Енді мына жерде көрсетілген толық. Және олар бір-бірімен антидененің рогаткалары мына дисульфиттік байланыспен D2 және сульфит деген біздегі күкіртті көріп тұрмыз ғой, күкіртті байланыстармен байланысады екен.